Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздерге ең керемет демей қояйын, ең құнды видеоны ұсынайын деп отырмын. Көп жылдардан бері жасап келе жатырған бұл дәстүріміз тұздалған қиярды жабу. Достар, барлық банкаларды жабудағы видеолардың барлығын қимай, ештеңені жасырмай түсірдім. Бірақ соны сіздер үшін бір банканы бөлек алып қойып түсірдім. Кеше бастаймыз. Достар, біз ең бірінші қиярды суға салып қою керекпіз. Сондықтан біз су алып жатырмыз. Пол мидина. Кем дегенде 12 сағат тұру керек. Негізі, егер сіздің уақытыңыз болса, 24 сағат қойсаңыз болады. Біздер осылай суға салып қойдық. Оны біз осылай обедте алып келдік. Оны кешке дейін ұстадық. Ең алдымен осылай банкаларды тазартып жуып аламыз. Мына барлығына не керек, описанияға жазып қоятын боламын. Барлығын әзірлеп аламыз дайындамас бұрын. Керектілерінің барлығын қасыңызға, яғни жаныңызға қойып қойыңыз. Достар, уксусқа сақ болыңыздар, балаларыңыздың қолы жетпейтін жерге қойып қойыңыз. Банкаларды тазартып жуып алғаннан кейін оны спиртпен шайып шығамыз. Тиімді жолдарының бірі спиртпен шайып аламыз банкаларды. Қорықпаңыздар, достар, неге спиртпен шайылып жатыр деп. Себебі біз қазір оны бәрібір де сумен шайылып кетеді, ешқандай да қосылып кетпейді. Қараңыздаршы, достар, бізде ауа райы осындай болып тұр, күн батқандағы біздің сәтіміз. Достар, сіздердің қиярларыңыз кәдімгі жегенде күтірлеп тұруы керек. Капризіне келетін болғандықтан оны жабуда кішкене қиындық болуы мүмкін, бірақ осындай фишкалардың барлығын біліп алсаңыз, ешқандай да қиындық болмайды. Оны мына видеодан көре аласыздар. Күтірлеп тұр ма? Осылай болу керек, осылай. Бүгінше осы видеоға сөйлемей, озвучка жасамай түсіріп көрейін, иә, көбінесе кейбір жерлерінде сөйлейін, себебі сіздер видеоға қарап үйреніп алсаңыздар да болады. Себебі білмеймін, кездергі болатын сияқты бұл видеоға қарап отырғанда, керемет атмосферамен қарап отырғанда. Енді, достар, сіздерге бір банканы жабамыз деп айттық. Я сіздерге арнай көрсету үшін ең алдымен банканы жуып алғаннан кейін спиртпен шаямыз, қақпағын жауып шайып аламыз. Кейін бізге укроп керек болады, осындай укроп саламыз, перец саламыз, чеснок саламыз, және қиярларымызды нақтылап дұрыстап орналастырамыз. Енді лавр жапырағын саламыз. Достар, видеода көрсетілгендей мөлшерде салсаңыздар да болады. Көз мөлшерде саламыз біздер. Сіз өзіңіздің дәміне қарай саласыз, тұзды да, қантты да. Кейбіреулер ащы болғанын қалайды, тұз алғанда. Біреулер кәдімгі нормада болғанын қалайды. Сондықтан белгілі бір нақты өлшемді жазбаймын. Бізде 30 минут тұрды, енді ішіндегі суын төктік. Дәмдеуіштерін, тұз, қант барлығын саламыз. Бізге бұл жерге бар болғаны қант және тұз, және уксус, және ацетилин қышқылы керек. Қантты, достар, өте ащы болмағаны қаласаңыздар, онда көбірек қоссаңыз болғаны болады. Барлығын саламыз, және қарабұрышты да саламыз. Ең соңында уксусты құямыз. Уксусқа сақ болыңыздар, достар. Уксусыңыз көп болып кетпесін, достар. Белгілі бір мөлшерде құйыңыз. Қатты қайнап тұрған суымызды құямыз. Осы процесті қатты жақсы көремін, достар, қараңыздар. Бұл деген таза су, қиярға деген сіңген ыстық су. Өте керемет қой. Енді, достар, жабуға кірісеміз. Бұл жабудағы оңға 3 рет және солға 3 рет айналдырамыз. Немесе оңға, солға айналдыра отырып жабамыз. Қатты бұрамаймыз, біздің қақпақтарымыз сынып кетуі мүмкін, немесе банкамыздың шеті ұшып кетуі мүмкін. Достар, жапқаннан кейін банкамызды көлденен қойып қоямыз және төңкеріп қоямыз. Және барлық банкаларды бір жерге қойып, бетін қалыңдау бір көрпемен немесе басқа нәрсемен жауып қоямыз. Және банкамызды 3 күннің ішінде тексеріп, зерттеп қараймыз. Егер банкаңыздың
кээ бир банкаларыңыз бөлүнүп калган болсо, онда суун төгүп тастап, кайтадан кант, жанагыдай туз баарлыгын кайтадан салатын болабыз. Сау болуңуздар достор. Видеого лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.